саламатсыздар ма? Көрініп тұр ма? Қазір көрінді, иә, иә. Мына көрініп тұр, Али мырза. Жоқ, бұл емес. Ы, Мынада иә, иә, ә, 42% болды да, осыған келдім. иә. Мынау ашылмай тұр енді, Мынау екіншісі. не тұрады мына жерде? Сабақ біртіндеп тұр. Апарыңызшы, мышканы апарыңызшы екінші сабаққа. Ой, Екінші сабаққа мышканы тұсына апарсаңыз болды, баспаңыз бірақ. Екінші мына сабаққа жерге ма? бас. Иә, иә, просто сообщение шығады қазір. Сабақ біртіндеп ашылады. Алдыңғы сабақтың практикалық разбор көшірмесі 0 балл, минималды өту баллы. Пресс тапсырылмаған мына жерде. Бірге барыңызшы, бірге. Енді қараңыз, пресс тапсырайын. Аха, мыналардың бәрін көріп шықтым ғой мен. Мынау ғой. Айттым ба? Иә, иә. Иә. Видеодағы кодты көшіріп жіберу керек қой осы жерге. Мына видеодағы ма? Иә. Ең соңына апарыңыз да видеоны. Мынаны мында көшіру керек па? Иә, иә, иә. Қазір қараңыз. Мен Аха, мына жақтан кодын тең жібере болды, салайын иә? сізге. 1 минут. Мен жаза салып қысқа код қой. П тең А көбейтілген 4. П тең А көбейтілген 4. Print. Так. Осылай болды, иә? Қателеспесем П тең. Так, Сосын чатқа print П жібердім мына болды. жерден. Input. Мынау двойной кавычка А тең деген. П тең деген тоже двойной кавычкалар. Былай Одан ма? қарайды кавычкаға, иә. П тең А М, көбейтілген 4. Print П тең. П тең П болды, все, иә. И Жіберу деймін. жоқ. Language. Python, иә, все, кетті. Жіберіңіз. Бастым түк жоқ қой. Осы жерде, иә? 1 минут алмай қазір. Мында жүрген екенсіз осы. Енді менюға Осы. барыңызшы. Менюға. Мынаған ба? Ой, менің Менің курстарым курстарым, иә, менің курстарым. әлі үстінде болып тұр. Прям андай күшті немен орындап келе жаттым да бағана. Видеолардың бәрін көріп, сонан нені жіберейін десем, что-то жібермей қалды. Үй тапсырмасын тоже солай орындайын дедім да, үй тапсырмасын. Мынаны осы жерге таңдап не істеп едім, мынаны кураторға жіберу дедім де, бірақ тестті орындап кеттім де, бір сұрақтан қателесіп кеттім де. Сосын менюға барсам, 42 деп тұр екен. Мыналар 0 болып тұр. Так, сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Осында отырған, иә, 6 адам ба? Біз 44 адам дейікші. Біз алып тастаған кезде осы Алматы ағайдың мынау платформасы, мен бүгін сатып алдым. Курсын бастап оқып жатырмын. Курс өте мынандай жүйелі, мазмұны жақсы құрылған, маған ұнап жатыр. Бүгіннен бастап мен бастадым оқуды. Енді барлығы четко түсіндірілген ғой, былайша айтқан кезде ше. Мынандай видео уроктарын көріп, астында мынандай тапсырмалары бар. Осы тапсырмаға мына жақтан код жазып, оны ә, практикалық сабақтың көшірмесін порталға жіберу, мынандай үй тапсырмасы бар. Тапсырманың кодын кураторға жіберу деген. Мына жақта берілген болса, мына жақта есепті жіберу және соңында бекіту сұрақтары бар ғой. Қорытындылау, осы сабақты қорытындылау мақсатында. Енді маған өзіме, менің жеке пікірім өте қатты ұнап жатыр қазіргі таңда курс. Сіздерге де осы курсты оқып, программалау тілін жетік меңгеріп алып ұсынамын. Егер программированиядан қиналып жүрсеңіздер,
өзі мазмұнда көріп тұрсыздар, нөлден бастап, яғни формула жазып үйрену деп тұр, иә. Одан кейін жаңағы мысалы үшінші нені ашатын болсақ, санды бүтін бөліп шығару, қалдығын шығару, комбинация, қалдықты табу, екі таңбалы, үш таңбалы, төрт таңбалы сандарды табу кетеді. Барлығы ретмен көрсетілген да. Одан кейін логикалық операторда бізде if else кәдімгідей жеке ашылған ғой мына жерде. If else if нұсқасы деген мынау біздің кітаптағы бұл if else бізде жетінші сыныпта келеді ғой, иә. Жетінші сыныпта ол толық ашылмаған да, мысалы кітаптың материалдарымен ғана шектеліп қаламыз. Бар есепті ғана шығарып оқушыларға көрсете саламыз ғой, былайша айтқанда. Менің енді түпкі мақсатым осы курсты оқу арқылы кітаптың материалымен шектеліп қалмай, өз қалай айтсам, самостоятельно есепті өзім шығара алатындай маған кодқа қарап бірден есептің алгоритмін құрастыра алатындай деңгейге жету өз мақсатым ше, негізі. Шыны керек, мойындау керек, қазір оқушыларға есеп түсіндірген кезде мысалы біз ұмытып қаламыз да кейде, мысалы кодтардың жаңағы нелерін, аны бастапқы бетке барып көруге керек болады, мысалы қалдықты табу қалай еді, мынау қалай еді деген сияқты. Сол үшін сондай неден арылып, мен мақсатым есепке қарап ақ уже алгоритмін құрастыру ғой менің мақсатым осы курстағы. Өз білімді көтеру, бағдарламалау тілінде оқушылардың алдында емін еркін осы программалау тілінде сабақ беру мақсатында осы курс сатып алдым мен. Сіз реклама жасап кеттіңіз бе дейді. Бұл реклама емес, бұл осы программированиеге арналған курстың платформасымен таныстыру сіздерді. Қандай реклама көріп тұрсыз бұл жерде, мен түсінбедім сізді. НН. Дауысыңызды қос, видеоңыз қос, мүмкін болса айтып отырсаңыздар. проект Чатқа емес. проект жазу бұл ана алгоритм жазсаң да білу керек. Одан кейін проект ол көбінесе сайтпен, мобильный приложениемен болады ғой. Осы сайтпен, мобильный приложениемен жазған кезде негізі екі білім керек. Өзім қазір менторский группада оқитын студенттерге айтамын, бұл алгоритм жатса мықты болу керек. Сіздерге алгоритм жатса, бұл қазір мысалға олимпиадаға дайындаймын жатсыздар ғой. Олимпиадаға дайындау, мысалы соның барлығы осы алгоритм жатсаны құрайды да. Одан кейін мысалы собеседованиеда есептерге шығарып беру, бұл да алгоритм жатса, сол мықты болу керек. Екінші білім бұл объектный мышление болу керек. Объектный мышление деген бұл мысалы қазір базадан өтесіздер ғой, кесте құру, иә, мысалға select SQL жасау, базаны Access-пен өтесіздер ма, мысалға Microsoft Access-пен өтесіздер ма, или MySQL-мен өтесіздер ма. Осы базаны құрған кезде мен көп стартап проект жаздым ғой, НСПП-да да, научный центрда да нені жаздық, клинический испытание жүргізетін программа жаздық. Ол жерде де таблицаны көтеру керек. Мысалға тышоуда істеген кезде біз жазған проектте 198-ге жуық таблица болған. Базада 198 таблица бар. Халықбанкта істеген кезде енді ол жақта 1000-ға жуық таблица бар. Бір банк функционировать ету үшін 1000-ға жуық таблица тұрады ана базада. Сондықтан ол нәрсе, әр таблица ол бір объект, бір объектін сипаттайтын оның полялары бар. Мысалға сол объектный мышлениені дамытқан кезде, осы екі білім біріккен кезде, сіздер үшінші моментте нені оқисыздар? Веб-разработканы оқысаңыздар болады, бэкэндті оқысаңыздар болады. Мысалы, стартап проект, мықты стартап проекттер, ғылыми жоба жаза алмай жатырмын дейсіздер ғой. Сол кезде барып шығады да. Егер алгоритм жатса, әлсіз болса, элементарно даже мысалға мектептің класстағы, кітаптағы есеп шықпай жатса, олимпиададағы есеп шықпай жатса, ол жерде алгоритм жатса жоқ онда. Сіз мысалы мына қараңызшы, мысалы біз Яндекс Такси пайдаланамыз ғой. Яндекс Такси пайдаланып такси шақырған кезде осы жерде мысалы нені қосып керек. Бұл процесс қалай жұмыс жасайды? Ол жерде база бар, сіздің заказыңыз түседі, базаға келіп түседі. А пунктінен Б пунктіне бару керек деген. Ол базада еще таксистердің жүрген нелері бар, GPS локациямен долгота широта дейді. Бұл сол долгота широтаны негізі банаға Пифагор теоремасымен екі катеттің квадраттың қосындысы гипотенуза, бұл разницаны береді. Мына А пункті мен мына жүріп кетіп бара жатқан таксистердің нүктесі, мына таксистің нүктесі, мына таксистің нүктесі. Бұл X осі мен Y осіне проекциясы, ол катет болады. Мышление осы. Мысалы, осы нәрседен кеп алгоритмически сіздер ойланасыздар, сөйтіп базаға запрос жіберіледі. Осы төңіректе гипотенузасы допустим, 1 километрге дейінгі разницада жүрген таксистердің бәрін тауып алады. И ол тауып сразу жібере салмайды, ол алады да, так,
ол мынау заказ беріп жатқан клиент бұрын мынандай отзыв қалдырған, оған салоннан темекінің иісі шығып тұрған ұнамайды деген сияқты да, мысалға машинаның ішін әртүрлі нені береді. Сол нелерден отзывтарын оқып, және сол отзыв бойынша обратный отзыв алмаған водительдерді таңдап, сөйтіп сонымен біріктіреді да, сөйтіп апарып береді. Енді осы мысалға мана кеше өткізген вебинар бойынша поэтапный мышление, мысалы бұл жерде поэтапность бар, мысалы алгоритмизацияның несі бар, алгоритмическое мышление бар бұл жерде, и бұл жерде объектный мышление бар. Объектный деген ол клиент, оның қандай атрибуттары бар, мысалы машинаны қалай табады, водительді қалай табады деген. Бұның бәрі объектный мышление, ол базада жатқан информациямен оны дұрыс жұмыс жасай алу керек, базада жатқан информацияны дұрыс өңдей алу керек, дұрыс сақтай алу керек деген секілді. Осы нәрсенің бәрі осы екі білімнен келіп бэкенд разработкаға өткен кезде үлкен проекттер жазуға болады. Жауап бере алдым ба сұрақтарыңызға? Проект жазуға бола ма деген бір сұрақ болды ғой. Иә, жаңа ол кісі осы чатқа жауап берсеңіз, одан кейін біз ары қарай платформа туралы Алматыға таныстырып өтсек, авторлық өзі жасап шығарған нөлден бастап осы бағдарламалау тіліне арналған сол платформасымен таныстырып шықса сіздерді. Мен админ болып кіре берейін, ана ашып күн мен түзетіп қоямын жақында, Али мырза. Так, менің курстарым мынау. Так, бір минут. Кабинет. Менің мынау курс мазмұны. Бұл жерде мына курс тек алгоритмизацияны меңгеруге бағытталған. Осыдан кейін Database Developer курсы. Бұл жерде енді базаны проектировать ету, SQL запростар жіберу, соның бәрі үйретіледі. Бұл курста жүріп өткен жолымды айттым ғой. Мына жақта бірінші Народный банкта біз енді мына жақта уже алгоритмизация болды негізі. И мына жақта базадан жақсы меңгердік, Аллаға шүкір. 3 жыл бойы осы салада жұмыс жасадық, транзакционный управлениеде Народный банкта. Содан кейін барып уже мына жақта полностью уже проект жазу болды, енді бэкенд разработчик болды. Сонда айтайын дегенім, бірінші осы алгоритмизацияны меңгергеннен кейін, сосын базадан курсын өткеннен кейін, одан кейін үшінші этапта веб-технологияны өтсеңіздер, Алла бұйыртса, уже именно бэкенд разработчик ретінде бэкендке, сайтқа қатысты проекттер жазуға болады. А егер мобильный разработчик боламын десеңіздер, онда алгоритмизация керек. Содан кейін барып, бұл жерде базадан емес, уже мобильный разработканың несін үйренесіздер, проектісін үйренесіз. Мысалы, мен мына жақта мынау проектін ашып отырмын. Бұл проект уже мына жақта создать проект деп, создание проекта деп, мынау енді Visual Studio бэкендке арналған, ненің мобильный разработканы Android Studio'де жазады, немесе неде Swift'та MacBook керек оған, сол неде файл создать проект деп, с нуля проект жазып, уже осындай неде мобильный разработчик болу үшін мобильный разработчиктің курсын оқисыздар. Ол екінші этапта. Сосын егер мысалы искусственный интеллект оқитын болсаңыздар, ода енді 3-4 этаптан тұрады, в идеале 4 этаптан тұрады. Қазір енді көбісі искусственный интеллектке қызығады ғой. Бірақ бізге қазір көп жерде искусственный интеллект бір пользовательдің деңгейінде, қолданушының деңгейінде үйретіліп жатыр да, бірақ с нуля проект жазу емес. А енді оның менің жалпы көзқарасымда бірінші алгоритмизацияны оқиды, потому что алгоритм жаза білу керек ол жерде. Сосын базадан оқиды, өйткені объектный мышление керек, дата сайенс бәрі сол базамен связаны. Үшінші барып, біз ана Pintrillion деген неде сайт немен, рисунокпен похожий картина іздеп шығаратын функция бар, ана сайтты ашып көрсеңіздер. Айтайын деген, біз ол проект 3 адам жаздық. Бэкенд, фронтенд, искусственный интеллектің разработчигі жаздық. Мына разработчик искусственный интеллект енді мықты біледі өзінің саласын, бірақ бұл жігіт проекттің үстіне көтере алмайды да, только API жазып береді, болды. Функция жазып береді, айтқан кезде процедура функция жазып береді. Мен соны вызывать етіп отырамын бэкендте. Енді сол жерден мен түсінгенім, егер искусственный интеллектқа егер қызығатын болсаңыздар, онда джуниорды оқисыздар, бэкенд базаны оқисыздар, сосын веб технология өтесіздер. Бұл Python'да Django деген бар, немесе FastAPI деген екі не бар. Қазір көп таралған екі фреймворкта бэкенд жазуға болады. Сол бэкенд үйренгеннен кейін барып, 4-ші этапта бар, уже библиотека оқисыздар. Бұл Keras, TensorFlow, банағы искусственный интеллектпен связаны deep learning жасайтын, machine learning жасайтын библиотекаларды оқып, уже сол бэкендқа
И так питонда жазылып жатқан бэкэндке сол библиотеканы подключать етіп, сол бэкэнд уже искусственный интеллектқа решение беретін қылып шығарасыздар. Бұл осылай грамотном виде ол 4 этаптан тұрады искусственный интеллект разработчик болып шығудың жолы. Бірақ мен сіздерді алгоритмизация мен базданыққа және веб разработканы питонда емес C Sharp'та сол бағытта үйрете аламын. C Sharp қазір Халықбанк C Sharp'та, Сбербанк жартылай C Sharp'та жазылған, Каспий банк C Sharp'та жазылған бэкэндтері және көп ТШО C Sharp'та жазылған. Осы. Енді курсқа келсек, алгоритм, енді байқап отырсыздар ғой, барлық жерде фундамент алгоритмизациядан басталып тұр ма? Енді осы фундамент, бұл фундаменттің курсын құрастырып жатқан кезде мен ой болған, басында ұстаздарды оқыту емес, негізі бізге студенттерді оқытып, олар бітірген кезде жұмыс істеп кете алатын дәрежеде болса деген ой болған. Сол ойдан келіп осындай мәтін шықты қазір. Бұл курсқа дайындық нөлден бастауға мүмкіндік беру үшін формула жазып үйрену, мәліметтер типі деген сияқты, integer, string деген сияқты, мына түбір асты есептерін шығарып үйрену мына жерде. Одан кейін келесі, мынау өте маңызды нәрсе. Қалдығын, процентпен қалдығын алу, бүтін бөлігін алу деген 7 есеп тұр бұл жерде. Бұның енді мысалы мен банкте істеген кезде, банкте мынандай функцияларды мен кездестірдім. Санды мәтінге айналдыру. Мысалы договорға келеді адамдар, мысалы кредит неге, енді үйға, ипотека неге договорға тұратын кезде, ол жерде менеджер ананы санмен тереді договорда сумманы. Сол договорға немен Word файлында генерат жасап берген кезде ол жерде сумма с прописью тұрады. Мен сол нені көрдім, прописпен шығатын. Ол жерде сол нәрселер жұмыс істеу үшін мына санды бөліп қалдығын алу деген нәрсені біз кеше шығардық, оның бір қырын. Осы нәрсе көп не алады, рөл ойнайды ол жерде. Одан кейін if-else мен метанит деген сайт білесіздер ма? Барлықтарыңыз микрофон қосып отырасыздар ма? Я, жоқ деген сияқты. Алмат ағай мына сұрақ қойыпты бір кісі, оқыдыңыз ба? Иә, бірақ күнде қарап отыруға уақыт болмайды, иә, курс мерзімін ұзартуға болады ма? Енді қараңыз, біз сізге бұл ай сайын ғой, мысалы, бір айдың ішінде қанша рет көруіңіз мүмкін, мысалы, 15 рет аша аласыз ба? 2 күн ара, мысалы. НН деген кісі, иә. Сіз осы сұраққа жауап берсеңіз, Иә, мейлінше дауысыңызды қосып күн айтсаңыз ара, хотя бы. 2 күнде бір рет, немесе 3 күнде бір рет ашып, бірақ 2 сағаттан оқысаңыз, иә, мысалға. Сөйтіп, мына тақырыптың қай жеріне дейін бара аласыз, мысалға. Өзіңіз ойлаңызшы, мысалы, мынаны тез бітіруге болады, мысалы. Мынау тез бітеді, бұл да, мысалға. Енді мына жерде біраз адам отыратын адам, мына бір апта отырасың мына адам, мысалға. Бір жарым апта болды ма, мысалы, мына бір жарым апта болды. if-else-ны тоже бір 2 аптада бітіреді примерно. Бір жарым, 2 жарым, 3 жарым апта. Салыстыру операциясын енді жарты апта, 4 апта болады. Примерно and-or XOR-ға дейін бір айдың ішінде бітірсеңіз нормально негізі. Осы XOR-ға дейінгі бітірген сабағыңыз үшін сіз бірінші айға 28 мың ақша төлейсіз. Егер маған ұнамайды, мен темпім төмен екен, маған қымбатқа түсіп жатыр десеңіз, сіздің 28 мың теңгеңізді қайтарып береміз. Общий чатта отырсыз, 28 мың теңге бола, енді Алла өзі сақтасын, өйтіп керек емес та. Сіз мынаның бәрін былай елестетіңізші, мына курстың бәрі сатылады 300 мың теңгеге рассрочкамен деп сатып жіберсек. Мысалға, біз өйтіп жатқан жоқпыз ғой сіздерге. Бір ай қатысыз, ұнаса екінші ай төлейсіз, дальше жалғастырып кете бересіз. Сондықтан ол риск, бұл жағынан риск минимальный да бұл жерде сізде. Вообще енді риск жоқ десе де болады. Ұнамай қалса, сол ақшаңызды қайтарасыз. Ұнаса, пожалуйста, онда екінші ай төлеймін, мен жалғастырамын дейді, ары қарай төлеп оқып кете бересіз. Сондықтан осылай ерікті түрде жалғастырады and-or XOR. Бұл тоже мынау, мен университетте оқыдым, универде and-or XOR-ды бір-ақ сабақпен өтіп кетеді. Сіздерде де сондай болуы мүмкін, мектепте бір сабақпен өтіп Иә, кетесіздер. бір сағаттан ғой бізде әр тақырыптан. if-else Иә, келеді бір тақырып, келесі жаңағы and-or XOR кетіп қалады. Бір тақырыптан ғой. Бір сағаттан ғой бізде әр тақырып болып. енді бір сағаттың ішінде негізі бұл глубина ашылмайды да, бағана проект шықпайды деп отқан сол ғой. Өйткені күрделі шарт and-or XOR-ды XOR-мен негізі күшті нәрселер істеуге болады. Ұзын шарттарды оптимизировать етіп мынандай қылып тастауға болады да. Так, мынаны ашып көрейік, мына жақтан XOR-дың. Тест тапсырмасын.
Так, мынау XOR мысалға. Мына жерде барлық варианты дұрыс жауаптар да бар да мысалға. Мына жақта мынау XOR. Осы XOR-дың беретін несін мына жақта XOR-сыз мынандай шарт болуы мүмкін да. Түсіндіре алдым ба? Бұл шартты кәдімгідей қысқартып тастайды негізі мынау XOR-ды қолдана білу негізінде. Сондықтан айтайын дегенім, мынау глубина знаний өте маңызды да бұл жерде. Ары қарай мынау логиканы дамыту, бұл мынау if else да комбинацияны оқыдыңыздар, салыстыру операция XOR бәрін өткеннен кейін мына жақта соның бәрі комбинациямен қолданылатын есептер келеді. 6 есеп бар. Төртінші сабақ. Мына төрт сабақ, төрт модуль тек сол if else-ның несі ғой. Үлкен нұсқасы 30 сабақ бар ол жерде. Одан кейін switch case. Жалпы switch case оңай. Мысалы калькулятордың есебін шығарып көрдіңіздер ма? Калькулятор қалай жұмыс жасайды? Мына кісінің сұрағына жауап берейінші. Түсінгенім уақыты бір ай ғана болды, дұрыс па дейді. Егер сіз мысалы қазір оплатаны бүгін жасасаңыз 17 күні, келесі айдың 17-сіне дейін сізде доступ ашық тұрады. Бірақ сіз сол бір уақыт аралығында сіздің ол курсты оқу қарқыныңызға байланысты ғой. Таңертең кешке дейін оқысаңыз, сіз даже мынау бір айдың ішінде бітіріп тастайтын шығарсыз, таңертең кешке шейін отырсаңыз ше, чисто курспен. Соны түсініп тұрсыз ба? Сосын мысалы бір айда сіз қай неге шейін келесіз, модульға шейін? Мысалы форға дейін келдіңіз ба? Ол төлем аяқталады. Келесі ай оқығыңыз келсе, жалғастырғыңыз келсе, келесі екінші айға төлем жасайсыз. Тағы бір ай уақыт береді. Қалған келесі айда бітіріп шығасыз. Әр апта сайын зуммен жаңағы үш ай разбор. үш ай оқысаңыз болады. Менде бір студенттер болды, белгілі бір себептермен оқып келеді да, пауза қойып қояды. Сөйтеді да бір айдан кейін, 2 айдан кейін келеді да, ақшасын төлеп, қайтадан сол келген жерінен ары қарай жалғастырып кетеді. Ондай да студенттер бар. Неде, жалпы историяда да. Так, жалғастыра береміз да. Мына switch case, жалпы одан кейін for while деген негізі өте маңызды тақырып. Бұл for while бұл жерде ғана емес, мынау массивтің бәрінде мынау for while келеді. Массив бір өлшемді, min-max табу ол жерде де for келеді мысалы. Екі өлшем массивтер ол жерде де for келеді мысалға. Сұрыптау ол жақта да for while'дар келеді мысалға. Сондықтан мына жақтың былай қарай только мына циклды басқаруы for мен while'ға байланысты соның барлығы. Енді for'дың өзі чисто for'ға байланысты екі модуль бар бұл жерде. Мысалы универде өткен кезде ол бір сабақпен, екі сабақпен өтіп кетуі мүмкін. Енді глубина знаний, бана проект жасамаймын деп жатсыздар ғой, сол нәрсені бір құрастыра алу нәрсесі істемей тұр да, өйткені біз форды түсініп тұрмыз, бірақ анау форды қажет ететін есептерді шығарып беретіндей кодты біз соның форын құрастыра алмаймыз да сол жерде. Өйткені бір-ақ сабақ өтіп кеткенбіз да. Кітапты оқыған кезде де бір бет, екі бет қана өткен болуымыз мүмкін. Любой бір сайтты ашсаңыз да, мысалға метанит қазір ашатын болсақ, ол жерде де форға байланысты мен өзім жалпы бана 23 собеседование дедік қой, 2 айда өткен 23 собеседование, сода мен метанитпен дайындалғам көбісінде. C# мысалға немесе Python разница жоқ. Общий полное руководство, основу программирования. Осы жерде мысалға біз алатын болсақ, цикл мысалға. Циклда for each, while, do while мен істеледі дейді. For, мысалы мына жақта жазылып тұр синтаксистердің барлығы. Мынау осылай деген секілді. Сосын жалпы мына жақта уже while кетті. Көріп отырсыздар ма? Мынау бір-ақ беттің ішінде for, while мен сіздерге қалай жұмыс жасайды бәрін түсіндіріп беріп жатыр. Оқып шығасыз, ол түсінікті болады. Бірақ код жаза алмайсыз. Құрастыруға ол білім жеткіліксіз да. Құрастыру үшін оны жайлап әртүрлі ситуационный неге салып, ана темірді анау әбден не алады ғой, ұрады ғой, жан жақтан келіп ұрып бір форма шығарады ғой. Сол секілді форды мысалға жан жақты қырынан ұрып әртүрлі сабақтар өтіп шығу керек та оны. Сөйтіп барып оны пісіреді. Сөйтіп форға байланысты форды қажет ететін есептердің берілген оқып, мына жақтан соны шығара алатындай бір дәрежеге жайлап соған келесіздер, алла бұйыртса. Алла тағала зейіндеріңізді арттырсын. Жалпы программирование осылай оқытылған кезде ол нәтиже, алла нәсіп етсе, нәтиже болады да. Енді бана бір бет, екі беттен өтіп кетсеңіздер, ол болмайды. Мысалға мына нәрсе. Қазақ тілінен
мысалы бір 10 000 сөздік қорымыз бар де, айталық мысалға. Біз қазақша 10 000 сөздік қорымыз бар. Бірақ бір шумақ өлең шығара алмаймыз да. Рас қой. Өлеңді шығару ол сөздік қордыға, оның көлеміне тәуелді емес та, ол өлеңді құрастыра білу ол басқа навык та. Сол секілді тура сол нәрсені енді былай синтаксиске алып келіңіз. Сіз синтаксисті оқып жаттап жатсыз, оның қалай жұмыс жасайтынын түсініп жатсыз, бәрін жаттап алыңыз, бірақ құрастырылмай жатыр да мына жерде. Өйткені ол басқа навык ол жерде ол. Түсіндіре алдым ба? Курс қазақ тілінде, толық қазақша жазылған. Мысалы мына жақта мына курсты ашайық. Мына видео дауыс естіліп жатыр ма? Есебіміз бұл А және Б сандар берілген, адам Б-ға дейінгі сан. Естілмеді ма? Естілі, осы проигрыватель естіліп тұр. Жақсы. Есепті формуланы шығарған болатынбыз. Мынау берілген қазақша жазылып тұр. А бүтін сандар берілген. Мынау тура сол есеп. Сандар керек. Түршесіне қоймай отырамын. Енді while. Мынау ненің несі? C# жазайық қазір мына жақтан. Мынау. Қайырлы күн, құрметті студенттер. Біз сіздермен while-ға қатысты келесі есебіміз шығаратын бұл А, Б бүтін сандармен ұзындығы А. While-ға байланысты мына есеп, while-да негізі жиі жіберетін есеп қатені бір білесіздер ма? While-да басқару ма? Иә, басқаруда. Ол ана итерацияны ұйымдастырған кезде есептің шартына сәйкес тура точно тоқтата алмайды да, нені итерация санын. Ол или асып кетіп жатады, или шексіз циклға кетіп қалады, или бір-екі итерация жетпей тоқтап қалады. То есть ана есепті түсініп, тура сол есептің мазмұнына байланысты жұмыс жасайтындай, қажетті итерацияны орындайтындай етіп шартты жаза білу. Шартты жазғаннан кейін оның прогрессиясы бар ғой, шарттың өсуі. Оны дұрыс орынға қою керек та, ана ішінде. То есть басқару керек оны. Сол нәрсе. Так, сұрақтарыңыз болса, құрметті ұстаздар. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, микрофондарыңызды қосып, Алмат ағайдың өзінен тікелей сұрап отырсаңыздар жақсы болар еді, негізі солай сұрағандарыңыз. Саламатсыздар ма? Мен қазір ғана қосылып отырмын негізіне. Жақсы екен. Алдында жаңа чатқа қосып қойдыңыздар ғой. Чатта қосылып тұрғам. Жіберген сообщением бәрін көріп тұрдым ғой. Бірақ енді мына Zoom арқылы қазір қосылып отырмын. Жақсы нәрсе екен. Python үйретіледі ғой, нөлден бастап дейсіз ба? Нөлден бастап, иә, нөлден бастап. Нөл дегенде былай ғой, қараңызшы. Нөлден бастап программирование кіріспе дедік мына жақта. Мұнда мынау интеджер типті А тең 5, string программирование, мәтін енгізу, дата типтері бар еще. Бұл енді Pythonда негізі мынандай типтер жоқ та, мен негізі программированияны Pythonмен емес, C++пен, Javaмен, C#пен өткен жақсы көремін де, өйткені бұл жерде типті анық көрінеді да. Типті анық көріну керек, ол специально оны жазып үйрену керек, потому что біз ертең ана база данықтың курсына барған кезде, база данықта біз таблица создавать етеміз ғой. Әр таблицаның, мысалға, әр полясының данныйын, тип даннықты, ол поляда қандай типті ақпарат сақталатын біз четко көрсету керекпіз да. ID поля ол number сақталады. Мысалы, FIO, first name, last name болса, ол жерде string текст болады, мысалға. Data type болуы мүмкін, мысалы, деген секілді. Pythonда мәліметтер несі типі көрінбейді да. Поэтому жалпы негізі программированияны осы типизированный языктармен өткен жақсы болады негізінде. Бұл енді просто кеңес, сіздерге совет дейміз. Өкінішке орай енді Python енді қатты не болып кетті, мынандай популяризированный тіл болып кеткеннен кейін алдыда мектепке Pythonды қосып тастады да. Бірақ junior программист болып Pythonнан жұмысқа тұру өте қиын да, білесіздер ме? Headhunter'ды ашсаңыз, junior программист деп Pythonнан айтып отырған, сіздің айтып жатқан біліміңіз вообще басқаша болып тұр да, мен таңғалып тұрмын. Мен негізі 1 жыл болды үлкен сыныптарды алып жатқаныма. Жаңағыдай үйірмеден, робототехникадан беретін. Осы 1 жыл болды ғой. Содан бастап сіз айтпақшы, оқушылармен бірге үйреніп жатыр. Көбінесе Python'ды аламын да мен.
Google Colab'ға онлайншы, онлайн Google Colab деп сонымен есеп шығарамыз кодтармен. Сонымен араластырып, жаңағы ChatGPT-ден сұрап кішкенеше кодтармен, кітапта не бар, соны алып Google Colab'ға салып солай шығарамыз. Солай өтіп жатыр енді. Жаңа мына сын айтып отырған қандай сол бойынша инструментпен өтіп жатырсыз робототехниканы? Arduino ма, Lego ма? жоқ, Lego жоқ, EV3 бар, ISOS не бар, Udo бар ғой. Udo 2.0 деген бар ғой, кішкене не бастауышқа арналған, ол да бар. Сонымен өтіп жатыр. Казгуде істеген кезде робототехникадан сабақ бергем, Legoдан, Eva Mindstorm'нан, NXTG деген несімен. Біз робот C-де программа жазатынбыз неге, бағанағы Легоға. Ол жерде өзің ана блогында программа жазуға болады, 4-5 тілмен енді ол жерде шектеулі возможно. Сосын бағана сіз айтқан кубиктермен құрастыруға болады. Ол жерде тоже возможностьтар шектеулі. Шамалы потенциал бағанағы робот C-да, робот C деген тіл бар, ол C тілі негізі. Робот C дейді. Сода программа жазған кезде вот сол жерде енді ашылады, потому что сіз C-де уже процедура, функция жазыласыз, ана датчиктердің келген сигналдарын кәдімгі обработка жасауға болады, датчик расстояния, ультрасаунд деген бар ғой, атып келген уақытынан расстояние өлшейтін, соның бәрін кәдімгі қолмен есептеуге болады. Иә, оның бәрі тоже алгоритм жасау керек. Өзінің арнайы программасы бар, сонымен ғана жұмыс істейміз. Бұрын мектепте негізі неге электроникаға қызығатын едім да. Етіп, свет, не, оның хабарым бар. Кейіннен Казгуде істеп жүрген кезде микроэлектроника деген сабақ өттік, одан кейін робототехниканы өттік. Сосын уже келесі жылдарында робототехникаға нені қосты, Ардуиноны қосты. Политехта істеген кезде де біз робототехниканы Ардуиномен өтетінбіз. Ол жерде де тоже уже схемотехниканы білу керек, ана короткий замыкание істеп қоймау керек. И плюс алгоритмизация болған кезде ана жазылып жатқан кодты түсінесіз. Дайын кодты алып көшіріп, енді дайын кодтар да бар негізі, дайын проекттердің несін көшіріп қоюға болады, но бағанағыдай өзіңіздің идеяңызбен, былай фантазиямен тоже құрастыруға возможность көп та. Ардуинода возможность көп негізі. Ол жерде бірақ нені білу керек, тестті білмесе, теоретик цепейді білмесе, короткий замыкание жасап қойса, уже тоқ көйіп кетеді да, нені платаны кетіп тастайды. Жалпы сондай. Енді нөлден деп жатқан кезде сұраққа жауап бере алдың ба? Вот осыдан басталады негізі. Иә. Сосын келесі сабақтарында уже мынау квадраттау формуласын жазып үйрету, мына есеп шығарылады. Айнымалысы арқылы кубтың қабырғалары берілген, кубтың көлемін және толық ауданын есептеу дейді. Бұл мәліметтер негізі программирование, ол любой стартап проект болсын, программирование болсын, бұл мәліметтерді басқару, обработка жасау, оны автоматтандыруға керек та программирование. Сол үшін жазылады программирование. Мысалы, ана Алматыда анау джет деген самокаттар бар ғой. Самокаттардың линияда жүру. Анау немен жүретін ба? Иә, андай электрический самокатпен. Любой стартапқа ашып қарасаңыз, оның основасында мәліметтер базасы жатыр да. База жатыр. База данных, мәліметтер жатыр, ақпарат жатыр. Ол ақпаратты бір определенный бір ситуация орындалған кезде ақпараттарды прождать ететін методтар, нелер жазылады да. Мына жерде де ол ақпарат. Осындай куб бар, оның қабырғасы мынандай, енді оның көлемін есептеу керек деген сияқты. Ақпарат. Оның енді бұның ақпараттары өте қарапайым, андай нелер, бұл бір айнымалыдан тұратын. Кейін ООП-ға өткен кезде, объективно ориентированный программирование өткен кезде, базадан өткен кезде ақпараттың үлкен формулалары шығады. Адам деген ақпарат шығады, уже мысалы студент деген ақпарат шығады. Ол оның объектісін сипаттаған кезде студент, оның фиосы болады, оның мысалға ID болады, оның студенттің табельный номері болады деген секілді оның сипаттамалары шығады. Мысалы крышаға, то есть мысалы колеса деген сайтты ашайық. Колеса деген сайтты ашқан кезде ол жерде де ақпарат, машина, оның маркасы, модели болады деген сияқты. Оның бәрі жазылады, кодпен жазылады, класстар создавать етіледі. Ол класстың информациясын, объектісін сақтайтындай тура сондай базадан таблица құрастырылады деген секілді. Жалпы ол енді арғы жағы, бірақ бергі жағында бағанағы мәліметтердің ең қарапайым формасы integer типті, string типті мәліметтер. Оны сипаттағаннан кейін оның ақпаратын сақтайтын переменный, оның теңдеп, оның мәні беріледі, мысалы 5 ба, 6 ма, немесе бір мәтін ба деген секілді. Сөйтіп сол мәтіндермен
сол сандармен біз программаның ішінде жұмыс жасаймыз. Қосамыз, көбейтеміз, амал жасаймыз, сөйтіп нәтижені экранға шығарып береміз. Программированияның сути сол негізі. Ол үлкен объектілер болсын, кішкентай осындай бір ғана айнымалыдан, 2-3 айнымалыдан тұратын нелер болсын, оның сути сол. Мысалы, робототехникада да сіз не істеген кезде ол да тоже ақпарат. Алматыға кешіріңіз. Иә, иә, иә. Мгм. Осы Мына кісі сөйлеп жатқан кісі бар ғой, сол кісіге сұрақ қояйыншы. Сіз мысалы өзіңіз осы Python бойынша курс оқыдыңыз ба? Өрлеуге барып болсын, немесе былай онлайн курстар болсын. Иә, Фариза. онлайн курстар алғам мен. Сол курстарым бар, иә. Сол Онлайн курс курс. именно мектепке қатысты да ол. Иә, Вот, онлайн мен курс айтқым алдым, келгені солар қараңыз, бар. біз Соның біз арқасында жаңағы қазір. өрлеудің барып оқитын немесе басқа курстар бізде кітап материалдарымен шектеліп қалады да көбінесе. Біз ана кітаптағы Иә, есептерді ғана иә. шығарып бізге көрсетеді, болды да. Біз ары қарай өзіміз есеп самостоятельно шығара алмаймыз да. Мына курсты оқу арқылы біз сондай өзіміз самостоятельный алгоритм құрып есеп шығара алатын деңгейге жете аламыз да, осы курсты егер толық меңгеріп шықсақ. Иә, мен де Бұл айтайын деп Алматыға тұрғаным сол ше. иә айтқысы келіп отырған сол да, бұл курс тереңдетіліп оқытылған да. Біз мысалы ана өрлеудің былай онлайн курс оқығанда біз мысалы олимпиадалық есептерді шығара алмаймыз ол жерден бәрібір. Мойындау керек. Олимпиаданың есептерді біз не істей алмаймыз да, самостоятельно өзіміз шығара алмаймыз. Біреу шығарып берген өзінде де біз ол есепті түсінбейміз да. Сол үшін мына Python программирование тілі туралы кішкене білімімізді толықтырып, сол кезде ғана мен ойлаймын шығара аламыз деп. иә. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен өз басым, мен ойым сондай. Сіз де айтып отырсыз ғой жаңа, бізде ана оқушыларға есеп түсіндіреміз да, ана кодымен жазылып тұрған ол есептерді түсіндіре аламыз да, бірақ артында тұрған практикалық есептерді кішкене түсіндіру қиынға соғады ғой. Мысалы коды жоқ есептерге барған кезде өзіміз түсінбей қаламыз ғой, мынаның коды қалай басталушы еді. Коды жоқ есептерді Сондай ChatGPT-ге салып жібереміз, код шығарып береді. иә, сол үшін Мысалы соған. кеше де Алматыға айтып жатыр ғой, ана есепті көрген кезде компилятор сияқты өзіміз ойлана алатындай шешетін дәрежеге жетуіміз керек деп ше. Анау есепті көргенде енді Ағайдың алгоритмін негізі терең екен, ағай. иә, миымызда алгоритм жасап алуымыз керек қой уже, мынау қалай, мынау не деген сияқты. Бұл курс сондай неге бағытталған да, жаңа бір кісілер жазып отыр, проект жасадыңыз ба, қандай проектіңіз бар, қандай жетістігіңіз бар деп. Бұл кісілер білмеймін, дұрыс түсінбей жатқан шығар мүмкін бұл кісіні, бірақ мен өзім өте жақсы түсініп тұрмын да. Ана курсты өзім бүгін алып оқып Жоқ, бастап ана практикасы неді? Банк тесттерім деп жатыр иә қазір. Банк тест бірінші жұмысыңыз қай жақта болды, ағай? Алмат ағай ма? Бірінші жұмыс енді казгуде мұғалім болғанмын, ең бірінші жұмыс. Енді серьезный жұмыс. Оның алдында негізі студент болып жүріп сисадмин болып істегенбіз. Программированиеге қатысты жұмыс казгуден басталды. Сосын барлығы практика, барлығы білім. Енді мысалы қараңыз, мысалы қазір тыңдап сіз программист разработчик болып жұмыс жасаған кезде сізге аптасына 5 күн жұмыс жасайсыз, сағат 9-дан енді 6-ға дейін. Аптасына 5 күн 9-дан 6-ға дейін сіздің жұмысыңыз код жазу ғой. Код жазу. И ол жерде андай емес. Сосын ана мысалы сіз мектепке сабақ бересіз ғой. Мектепке сабақ берген кезде бір кассета айналып жүреді ғой негізінде. Сол бір тақырып айналып келе береді. Сол бір классқа кірсеңіз, екінші классқа кірсеңіз, тура сол лентаны қайтадан айналдырып шығасыз. Үшінші класс тура сол жетінші класстың сол үшінші классына барсаңыз, тура сол лентаны айналдырып шығасыз мысалға. Программист болып жұмыс істеген кезде ол кассета жоқ ол жерде. Сізге новый тапсырма келеді, сіз соны істейсіз. Мына жақтан вообще басқа тапсырма келеді, соны істейсіз. Мысалы жұмыс істетуге тура келеді десеңізші, ағай. Иә. Ол жерде еще ChatGPT болмады ғой біздің кезімізде. Мысалы народный банкта істеген кезде бұл жерде как раз ана SAF дейді, электронный счет фактураны шығып жатқан кез тұғын, мен сол проекттерді жаздым. Сосын бір проект жаздық, негізі законодательство бойынша народный банк оплата қабылдайды садиктерден, телекоммуникация нелерді қабылдағаннан кейін содан не ұстайды, 5%, 3% комиссия ұстайды. Сол әрбір клиенттен қанша ақша қабылдады, абоненттен ақша қабылдады, қанша комиссия ұстағандығын заң бойынша ол уведомление жіберу керек, банк уведомление жіберу керек. Соны бұрын өзі Халық банкта 22 РКО бар, региональный областной филиалдар. 22 облыс саны аз, бірақ бұда РКО саны көп баяқта. Сол 22 филиалдан 22 сотрудник келіп 2 сағат ана отчеттарды қолмен формировать етеді. Ол 5,5 мың, сол кезде 5,5 мыңға жуық не бар.
отчет бар. Соны біз автоматтандырдық. Мына проектті мен жарты жыл істедім почти. Жарты жыл істеп, почти сол бір кнопканы басқан кезде запустить проектті 5000 отчетты базадан жинап, нагрузка немен сөйтіп пакет отчетов арқылы не Қаншама алады, еңбек. генерат жасап шығарып береді. Бұл тоже енді ол не да, енді Аллаға шүкір сол проектті бітірдік. Сол кезде енді кәдімгідей енді не істеді ше, андай 22 адамның жұмысы керек болмай қалды ғой айтқан кезде. Сол секілді мысалға Иә, автоматтандыр. автоматтандыру ғой бұл жерде. Мықты енді нәрселер істеуге болады. Программирование деген негізі өте гибкий. Мына бізде Расул деген бала оқыды, Ақтөбенің баласы, 16 жасында келді, мамасы сөйтіп жіберіп, ол бір өзі келді, 16 жасар бала пойызбен таңғы сағат 5-те күтіп, кеше де айттым ғой. Сол бала 2 ай оқыды, офлайн бізде, как раз сол офлайн неден ашқан кезде офис снимать етіп, сол офистің 2 бөлмелі офистің 1 бөлмесінің ол сол жақта қонады, сол жақта тамақ ішеді. Мынау ненің видеоның дизайнының бәрін сол істеп берген, Расул істеп берген. Қазір Қытайда оқиды ол бала. Сол бала айтты маған, мен енді мектептен кезінен қызығады ғой программированиеға, бірақ бұндай гибкий деп ойламаппын дейді да. Сөйлесеміз ғой, отырып бірге шай ішеміз онымен. Сонда айтады, мен программирование мұншалықты гибкий деп ойламаппын дейді да. То есть сіздерге еще әлі толық ашылған жоқ та негізі программирование. Менің өзіме де ашылған жоқ та негізі. Әлі мысалы ChatGPT-дің қалай істеп, маған қолданушы жағын емес, как разработчик жағы ұнайды да. ChatGPT-ді мен түсінбеймін көрсем. Яндекс Такси, Крыша, Колеса қалай істеп тұрған бәрін мен көріп айтып бере аламын да. Түсіндіріп бере аламын, базасын бәрін түсіндіріп бере аламын, механизмдерін. ChatGPT-ге вот енді ол Мен сұрақ қойып жіберсем болады ма? Иә. Жаңа мен жетістігіңіз бар ма деп сұрағанда, ол осы Pythonнан шығарған деп сұрап отырған себебім, мен ертең осы курсты бітіргеннен кейін өзім кішкентайда болса да проект жасай аламын ба деген ой ғой. Себебі мысалы біз балаларға үйретіп жатырмыз ғой қазір. Үйретіп жатқанда жаңа кітаптағы материалды біз механикалық оқыту ғой, тек жаңа берілген мәліметті дайын кодты тереді, нәтижесін шығарады, болды. Енді балада ары қарай интерес жоқ та. Ол интерес болу үшін біз осындай проект жасай аламыз деген сияқты көрсете алатындай. Мен өзім жасай алатындай. Сондай жасап шыға аламыз ба? Жоба ретінде алып шыға алатындай деген сияқты ой менде. Түсінікті, жақсы, күшті сұрақ. Есіміңіз? Гүлшат Мұхтарова, мен мына чатта жаздым. Гүлшат ханым, шамалы ұзақ болуы мүмкін. Мына жерде қазір қарап отырсаңыздар, мынаның барлығы негізі мына жерде біз негізі қосқымыз келді мини проекттерді, болашақта қосамыз бұйыртса. Бірақ бұл жерде біз консольный приложение жазамыз. Консольный деген қара экранмен жұмыс жасайтын приложение ғой. Енді проект жазған кезде бұл осы жақтан неден алған неңізді, мысалы десктоптың приложение жазу, десктоптың приложение жазған кезде калькулятор жазу мысалға. Дәл осы мынаның есептерін, мысалы квадраттау формуласын жазып үйренудің есептерін, мысалы десктоптың приложениемен формаға салып, формадан А мен Б-ны, то есть мына жақта мысалға. Мына жақта мыналарды, S-ті, экран көрініп тұр ма? Осы мәндерді кәдімгі формадан жазатын қылып істеуге болады да, оны мына жақтан қазір. Оны просто енді ол среда разработкамен жұмыс жасап үйрену керек. Создание проекта мысалға C#, Linux-қа консольный емес, бізге не керек? Былай негізі курста ол туралы айтылған ғой да? Курста бұл мәліметтер жоқ. Курста жоқ, бірақ негізі біз арасында бір неде жазып шығарып отыруымыз мүмкін. Мысалға Түркістанда бізді бітірген бала жұмыс істейді, ништа, Түркістанның нишында. Ержігіт деген бала, ол сол C#-та десктопный приложение жазады, балаларға үйретеді соны. Қазір неге бұлдай сұрақ қойып едім? Мысалы біз қазір енді біз басында енді университет бітіргенде де Паскальды өзіміз механикалық түрде оқып шықтық. Одан кейін біз мұғалім болып жүрген кезде ауысып кетті де, ешқандай бізде білім алу деген болған жоқ Pythonда. Мектепке ең кеткеннен кейін барып бірге кітаппен бірге балалармен бірге біліп жүрміз да. Енді қазір бала түгіл, біз өзіміз Pythonның жұмыс нәтижесі мынандай нәтиже көрсетеді деген нәрсені біз өзіміз әлі ойлай алмаймыз.
елестете алмаймын ше қандай нәрсе болуы мүмкін деген. Тек кітапта көрсетіледі, жаңа Инстаграм желісі осы Pythonмен жасалған деген, біз соны айналып келіп балаға соны айтамыз. Көрсететін нәтиже жоқ. Мысалы HTML жаңағыдай скретчтерде бала нәтижесін көреді ғой, мынадай нәтиже көре алмайды да. Иә, Сондықтан мотивация болмайды балада да, и мұғалімде де толыққанды мен не көрсетіп жатырмын дегендей жаңағыдай жеткізе алмаймыз. Себебі Иә. өзімізге жетпейді сол ақпарат. Енді сол Түркістанда біз өткен жыл 1 жыл тұрып келдік қой. Сол кезде Нұржігітпен, Ержігітпен жолығып сөйлестік. Сонда айтады, практикалық сабақтан мына Windows формада не жасап жатыр екен да. Мысалға, все формы, компоненты, указатель, мен бұл именно десктоптың приложение жазбаған көп болды. Баттын қоюға болады мына жақта, мысалы кнопка қойдыңыз, кнопканы басқан кезде, мына бассаңыз болды, все, мына кнопканы басқан кезде не істеу керек мысалға, соларды жайлап Мына шығару. Visual Basic сияқты ғой, біз бұрын жасағанбыз осыны. Иә, мынау енді Windowsқа арналған да нұсқасы. Мысалға, текст боксты алайық. Текст бокс бізде не жақта. Текст боксқа мысалы ол A деген лейблді қояйық мысалға, иә. Бұл C# па, қандай программа? Бұл C#, бұл C#-та жазылған. Қазір C#-та жазамыз. Мына A-ның несін, мынадан жазылған нені, так. Свойствоны ашамыз. Бұның мәтінін, name'ын өзгертеміз. Name text box деп тұр. Бұны A деп алайық. A. Мынаны басқан кезде A. Текст. Так. Лейблдің мәнін. Лейбл. Сұрақ қоя берсем болады ма? Басқан Мысалы, кезде бұл объектіге бағытталған ғой. Python объектіге бағытталғанға жатпай ма? Объектіге енді мен Pythonда жазбағам негізі да проекттерімізді. Бұлай алгоритмизация жағынан оны шығара аламыз есептерді да, өйткені синтаксистердің жұмыс жасау принципі бірдей. Pythonда да, C#-та, Java'да. Мен проекттерімді Менде мынандай Java'да сұрақ туындайды, не себепті ол мектеп программасында басқа емес, осы Python яғни қолданылып тұр деп ойлайсыз? Түсіндім. Мен қазір сізге примерді десктоптың приложение жасауды C#-пен көрсетіп жатырмын да. Сіз дәл осылай Pythonда да десктоптың приложение жазуға болады. C++ де жазуға болады. DevC++ деген среда бар. Сол жерде C developer ма, сондай бір не бар. Сол жерде десктоптың приложениені C++-пен жазуға болады. Алгоритмизацияны не алсаңыздар, мен қазір жайлап алып келем. Мен алып келем, сосын барып, бұдан қазір біз не жасаймыз? Калькулятор жасаймыз. Егер уақыт жетсе, калькуляторға дейін апаруға болады мына есепті да. Басқан кезде оны өліп кетті. А десек, мынау А болады да. Мен қазір мынаның мәтінін алып тұрмын ғой, дұрыс па? Иә. Енді біз осының мәтінін алып переменныйға мешіттеуге бола ма? Иә, болады. Соны жасаймыз қазір. Көшіріп ставить етемін. Жоқ, мысалы, бұлар қызықты ғой, C#, бұлар қызықты. Неге Python таңдалып тұр мектеп программасында? Әлде ол базасы ма бүкіл ненің? Ол негізі изначально популяризированный тіл болды ғой, Python. Бағана айттық, Pythonнан жұмысқа кіру қиын дедік, junior болып. Мысалы, C#-тан junior болып, Халықбанкқа, кәсібиға кіруге болады да. Javaдан junior болып, Сондай мысалға. жаңағы программалау тілі неге мектеп программасы алынып тұрғанын соған. Енді ол изначально сол бағанағыдай. Енді министерствода да негізі мен өрлеудің несін көргем. Ол жақта 2 рет сабақ бердім. Өрлеуде Алматыда, Төле бидің бойында офисында. Маған көрсетті именно программированияның, мәліметтер базасының несін көрсетті. Осындай, курстың менюін қазір сіздерге ашып көрсетіп жатырмын ғой. Мына жерде. Сол сияқты сіздерді сол өрлеуде оқытатын программаның несін көрсетті. Маған енді откровенно шынын айтқанда ұнамады. Бұл қаяқтан келеді? Бұл министерстводан уже бекітілген болып келеді. Мен ойлаймын енді министерствода, скорее всего, программист адам отқан жоқ ол жерде. Бір методист болуы мүмкін, бірақ ол методист точно программист болып жұмыс істеп көрмеген адам отыр да ол жерде.
То есть ана жақтан бекітілген форманың өзі дұрыс емес болып келіп жатыр. Потом питонды оқып қойып қойды мысалға, питонмен язык программирования с нуля айтып отырмын, типизированный язык болу керек деп. Сол кезде ол типтерді танып үйренеді бала ертең. Базаданыққа барған кезде енді біз базаданықта мына поле ID бұл интегер деген кезде ол барлық несі питонға үйренген. А десең оған екіні берсең ол интегер болып кетеді, стрингті берсең, мәтін берсең стринг болып кетеді. Автоматический не бар да ол жерде. Ол тип данық жоқ деген сөз емес, просто питонның компиляторы автоматом соны распознавать етіп не істеп қойылады да, сходу в моменте выполнения ана переменныйды сол типқа меншіктеп қояды. Тип данық керек, потому что біздің мәліметтеріміздің барлығы ранда тұрған кезде, запыста тұрған кезде ол азуда сақталады. Азуда ол екілік кодпен тұрады, 010101. Енді елестетіңіз, бүкіл нәрсе через ASCII код жүреді. ASCII кодты оқыттыңыздар ма балаларға? Иә. ASCII кодта мысалы А деген әріптің несі бар. Мысалы мәтін тастаған кезде мәтінде әрбір символ А ол 65 тұрады, Б ол 66-шы позицияда тұр. Сол 65-ті алып, соны екілік кодқа айналдырып, соны сақтайды. Мына жақтан 65 деген сан келеді. Оның да екілік коды мен мына А деген әріптің екілік кодының екеуі бірдей болып қалады. Екілік код дұрыс па? Мынаны шығарған кезде 65 болып шығады, мынаны шығарған кезде 65 шығады ғой. Енді ол мынаны шығарған кезде А деген мәтін шығу керек қой, А деген чар шығу керек. Мынадан 65 деген ондық сан шығу керек, дұрыс па? Қалай шығады ол? Тип данных арқылы соны компилятор распознавать етеді. Иә. Тип данных болмаса, ол ана жерде сақтап болады, қайтып оқитын кезде мынандай каша болады да уже. Мынау сақтаған мәтініңіз сан болып тұрады, саныңыз әріп бола ма деген сияқты. Сол нәрсе тип данных обязательно жүреді. Просто меншіктеп жатқан кезде, мына переменный интегер екен деп, неге айтқан кезде журналға бір жерге жазып кетеді ол. Ол журнал сіздерге көрінбейді. Типизированный языктарда ол сіздерге көрініп тұрады. Бір жақсы жері. Екінші жақсы жері ол ертең базаданыққа барған кезде, мысалға, сол жақтан мысалы бір нелерді ашып программировать етіп жатқан кезде, мынаны мен не істедім ғой, бұл пока ашылмайды, доработкада не істеп тұр. Бұны кейін көрсетемін сіздерге. Бұл жерде де банағы әр таблицаның поляларының типтері бар да, соған үйренеді бала. Объекттерді сипаттап үйренеді. Сондықтан өте маңызды да. Бізде мына жерде мысалға қазір мынау енгізген санымыз. Так. Интегер типті А деген мәтін, бұл конверт. Мынадан алсын. Потом мына жақта біз Б дегенді алайық. Б деген мән, бұл мына Б-ға мынаны меншіктеген кезде, бұны соответственно бұның мәнін, неймін Б деп қояйық. Мынада ол тоже бұның текстін интегерге конверт жасап, аға сақтайды, мынаны сақтайды. Сосын нәтижені шығаратын бір не алайық тағы да, бір лейбл ма, бір мынандай бір текст болса алайық. Бұны біз setting деп алайық. Сымыз біздің бір не болсын. Бір гипотенуза болсын, мысалға. Баттынды басқан кезде, баттының мәтінін, неймін бізде баттын текст, бұған тең деп қояйық. Сол теңді басқан кезде А екеуі мәнін алады, одан кейін не жақта интегер С тең маз SQR-ді мынаны алып жүрейік. Бұны біз, бұл дабл қайтарады, соны интегер қыламыз. Типін өзгертеміз, С-ға сақтаймыз, және мына жақта соның мынау С деген мынаның несі бар ғой, мынаған, оның тексті тең болады, мына С-ны аламыз. Ол С-ны не істеу керек? ToString жасап, стрингке айналдырып не істейміз?
мына жақта 3-дің квадраты 9, 4-дің квадраты 16, екеуі 25, 5 болады. Иә? Калькуляторда тур примерно сіз қазір анау баттындарды қоюды, текст бокстарды қоюды, солардың бәрін үйреніп алғаннан кейін калькулятор жасайтын болсаңыздар, тур осы принциппен жасалады калькуляторда. Ол жерде енді мынандай көп баттындарды қойып шығады, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген секілді. Сөйтіп соны переименовать етіп шығады мына жақта мәтіндерін. Оны switch кейспен жасайды. Бір, мынау мысалға 2. Осылай істеп не істеп кете беруге болады. Просто мына жақта құрастыратын кезде уже не болады? Мына жақта мына экран қойып қоясыздар мына жерге бүйтіп. Қызық болып отыр ма? Так, 1, 2, мынау 4, мынау 5. Бұл калькуляторда бір шамалы қиындық бар. Бұл жерде плюсті, минусты басқан кезде ол ананы жаттап болу керек та. Именно соңғы рет плюс басылды ма, минус басылды ма, көбейту басылды ма, операцияны жаттай білу керек та. Вот сол жерінде шамалы логикада енді түсініп алу керек ол жерде. Так, мынаны тік басып отқан кезде мен пока қарапайым ғана плюспен ғана жасап шығайық 1 минут. Уақыттарыңыз бар ма? Шамалы бір уақыт алады мына программа жазуға. Иә? Мынаны басқан кезде не орындалу керек? Мына жерден сан шығу керек қой, дұрыс па? 1, 2, 3 деген кезде 123 деген сан мына жаққа шығу керек, дұрыс па? Иә. Значит, мен мынаны басқан кезде мынау экранымыз қалай аталады? Текстбокс 1 деген бұл андай бір Ішіне енгізу үшін, ақпарат енгізу үшін ба? Иә. Visual Basic сияқты ұмытып қалдым, даже студент кезімізде оқыған едік. Иә, мына calc деп қойсақ, ана 1-ді басқан кезде мен calc текст тең 1 болу керек қой. Дұрыс па? Бір болды, иә, мынау. 2-ні басқан кезде бұған мен ешқандай операция жасаған жоқпыз. Соответственно, ол орындалмайды. Енді 2-ні басамыз, мысалға. 2-ні басқан кезде ол calc текстіміз. Мына жерде қате бар, мен специально қате жіберіп жатырмын қазір. Мынаны бастық, ол 2 болып кетті. А негізі не болу керек еді ол? 12 болу керек қой. Дұрыс па? Енді оны қалай жасайсыз? 12 болу үшін енді бір тұр, 1-дің соңына мынау кеп жалғану керек қой. Иә? Сол үшін мынау осы мынау. Осылай көрейікші, мынау. Осы мынау деп. Енді дұрыс болды, иә, мынау. Келді ма? Плюсті басқан кезде не болу керек? Плюсті басқан кезде мен мына мәтінді алып аға сақтау керекпін, сосын келесі мәтінге мынаны босатып қою керекпін ғой, мынаны экранды. Иә. Плюсті басқанда автомат түрде аға кету керек па? Иә, ол үшін мынаның барлығы бір функциялар ғой. Әсер ету аймағы деген бар. Мен қазір integer деп мына жақтан ашатын болсам, integer a десем, мысалы, ол integer a-мыз мына жақтан ол көрінбейді уже. Көріп тұрған жоқ мынаны да. Поэтому бұл бізде глобальный переменный болу керек. Ол мына жақта тұру керек. A, B деп та. Мысалы, бұның нелері 0-ге болсын, мынау 0-ге болсын.
И уже мынау көрінеді уже. А тең деп мысалы, так, білмеймін. Плюсты басқан кезде біз калктың мәнін аға меншікте болу керек. Біз калктың мәнін аға меншікте, ол мына жақтан келді оның. А тең конвертінде мынау калк деген тексттің мәнін мынаған меншіктедік. Сосын калк текстіні біз не істеу керекпіз? Тазалау керекпіз, чтобы б-ны енгізу үшін. Иә? Плюс басқан кезде мынау. Плюс басқан кезде еще с-ға шығарып жіберейік соның мәнін, а-ның мәнін. Так, с-ға емес, жақынан а-ға шығарып жіберейік. Плюс басқан кезде а тең а төстірің деп мысалға, чтоб көру үшін. Теңді басқан кезде плюс басқан кезде мынау 12 болды. И плюс тазаладық. Енді келесі санымызды қостықта теңді басқан кезде енді бұны біз б-ға меншіктеу керекпіз ғой, теңді басқан кезде именно. Дұрыс? Ана кеше сабақта айттық қой, поэтапность маңызды деп, иә? Құрметті ұстаздар, поэтапность маңызды. Бұл б тең, бұл калктың несін алады. Калкқа меншіктейді. Сосын мына жақта сын алайық. Мына жақта сын мына жерге қойып жүргіз деп. Нөлге тең болатын осы сымыз біздің тең болады а қосу б. Одан кейін а қосу б мынаны калкты жазайық. 12 қосу мынау болды. Қосуға басқан кезде, так, еще теңді басқан кезде біз бұның мәнін мынаған жазып жіберейікші, мына текстқа. Теңді басқан кезде, так. Б деген бізде мынау еді ғой, тең осы б-ны жазып жіберейік. Ну, чтоб ана нәтижені көру үшін біз дұрыс санды жаздық па деген сияқты. Мынау плюс басқан кезде мынаған еншіктеп жүрдік, бірақ оны аға сақтап алдық қазір, дұрыс па? Мына теңді бастық қой қазір. Теңді басқан кезде мынаны а тең деп 12-ні шығардық мына жерде. Сосын калкты тазаладық. Одан кейін 45-ке біз жазған жоқпыз әлі. Так, 2-ні қосайық. Теңді басқан кезде мынау 2 болады қазір. Сосын нәтиже 14 болады. Е? Шықты ма? С-ға түсе ма? С-ға 14 болып түсе ма? С-ға емес, мына жаққа шығардық қой біз. Прямо өзіне шығарып жатырмық. Калькуляторда бір-ақ экран болады ғой. Біз сол бір экранды басына теріп отқан кезде алып аламыз. Сосын плюс басқан кезде мынаны аламыз. Енді бізде бір-ақ кнопка тұр да қазір. Теңді басқан кезде плюс екен, біз влоп жазып кеттік мына жерде. Аттары не болып тұр да. Мысалы мына жерде плюс бастық қой мына жерде. Иә? Енді мына нәрсе. Өйтіп минус қалай ағанда? Минус болсын. Енді сұрақ, мен плюс басқан кезде плюс, минус басқан кезде минус болу керек. Сәйкесінше, так. Минус басқан кезде то же самое, мынаны алып, мынаны тазалап үлгеру керекпін. Сосын одан кейін теңді басқан кезде, мынаны теңді басқан кезде мен мына влоп жазып кете алмаймын ғой. Алдыңғысы плюс болса плюс орындау керекпін. Минус болса минус орындау керекпін, дұрыс па? Иә? Құрметті ұстаздар, string calc метод пока что мынандай пустой. И осы calc методты біз мына жақта ол плюс болса, значит біздің calc
Calc методымыз ол плюс болсын. Ал минусты басқан кезде біздің calc методымыз ол минус болсын. Одан кейін мынаны көшіріп алып, енді теңді басқан кезде осы жерде біз switch case пайдаланамыз керек, чтобы мынаны орындаймын ба или мынаны орындаймын ба деген секілді. Дұрыс па? Switch case минус болса мынаған тең, break. Плюс болса ол мына операция. Түсінікті болу керек. Және сын орындап ары қарай шығып кете береді. Иә? 12 плюс 1 тең 13 болды. Бізге тазалау деген кнопка керек енді бұл жерде. Пока что оны кейін қосамыз. Енді плюсті есептедік. 12 минус 1 тең 11 шықты. Осылай жайлап біз калькуляторды құрастырдық қазір. Мынандай нені пока мына қосдық. Ол бізде мынандай кнопка бар ғой, тазалау деген. Тазалау деген ол аны 0 қыламыз. Абысының бәрі 0 қылып шығарамыз. Б тең 0, С тең 0. Сосын мынаны да тоже тазалап тастаймыз. Одан кейін мынаны да тазалаймыз. Экранды тазалаймыз. Сосын А тексттерді тазалап шығарамыз. А текст, Б текст. Все. Так. Түсіндіре алдым ба? Бағанағы сұрағыңызға питонда болсын, жалпы C#-та болсын, бағанағы десктоптың приложение жасайтын среда разработки просто кішігірім бір үйрену болады да. Мынандай нәрсе мысалы үйрену қиын емес қой. Питонда да дәл осындай мысалы среда разработки бар, десктоптың приложение жазуға болатын. Соны бағанағыдай кнопкаларын қоюды, оны басқан кезде мына жерге кодын жазуды среда разработкамен жұмыс жасап үйренесіздер. Одан кейін енді соның ішіне мынау процедуралар бар, соның ішінде код жазатын кезде уже мышление керек та, бағана поэтапный мышлениені қосып, енді мынандай қылу керек, мына жер мынандай болу үшін мынандай қылу керек деген секілді, сол мышлениені қосып отырып істеп кете бересіздер. Түсіндіре алдым ба, сұраққа жауап бере алдым ба? Гүлшат ханым. Енді біз сіздің дәрежеде программирование білмейміз, сондықтан енді қарап отырмыз. Бірақ мен бұрынғы Visual Basic'ке ұқсайды екен деп отырмын. Енді бізге мына курстың платформасымен қанша сабақ, қалай жүреді, соның барлығын түсіндіріп бере аласыз ба? Түсінікті. Менің сұрағым болып тұр да мына жерде. Pythonда Pygame бар ғой, сол да түсіндірілген ба? Жоқ, Pygame. Мен айтып отырмын ғой, бұл жерде консольный Pygame приложение. бойынша. Бұл жерде консольный приложениялар барлығы да код жазу ғана. Pygame, среда разработкамен жұмыс жасау бұл жерде жоқ та ондай нәрсе. Сіздер мынандай нәрсені құрастырып үйренесіздер ғой. Сіздің сұрап отқан Pygame'іңіз ол мына нәрсе. Ол мына нәрсе Pygame. Бұл мысалы да, енді образын айтқан кезде. Мына баттындарды, мыналарды жазу, келтіру, ол оңай да. Ол рецептурный знаниялар бұлар. Мен жалпы знанияны екіге бөлем. Құрастыруды қажет ететін білім және
қарап шығара салатын білім деген бар. Банағы пайгейм сияқты бұл нәрселерді оның средасына үйреніп алғаннан кейін соның ішінде код жазатын кезде енді қиналасыздар да, буксовать ету басталады. Сіз мына код, мына дегенде сұрақ, соңғы жағында. жауаптарыңыз. Бұл осындай кодтарды қиналмай жазып үйрететін курс бұл. Бұл соған байланысты. Бұл мына жерде үйретеді. Бұл мына жағын үйретпейді ол. Бұл курста мынандай нәрселер жоқ та бұл жерде. Бұл үшін қосамыз, как бы мини проект ретінде Zoom сабақтарда да осылай ашып көрсетіп отырамыз. Но бұл курстың материалдарының барлығы осы кодтарды құрастырып, мына миды қозғап үйрету сіздерге. Ары қарай среда разработкамен жұмыс жасап, Pygame болсын, десктоп приложение, мына Visual Studio'ның бағанағы C# ма, Visual Studio'да C++-те же код жазуға болады мысалға. Сондықтан оны үйреніп алу енді оңай да, бірақ код жазу қиын. Калькулятор істеткізу мысалға, сол секілді. Курс осыны үйретеді. Түсіндіре алдым ба? Сұрақтарыңызға жауап бере алдым ба? Мына жерде қараңыздаршы, жақсы айтсаңыз түсіндіре беріңіз. Ана қандай каждый не курстар бар екен? терең үйретілген ғой. Каждый синтекс. Бізде негізі Pygame деген соңғы жағында ол олимпиада есептеріне келмейді десе, осы негізі код құру керек бізде көбіне. Олимпиадада да сол ғой, негізі код жазылады ғой жерде. Мышлениені Код, иә. тексеру үшін. Сұраққа жауап бере алдым ба? Жалпы осы тақырыптар курста. Неше тақырып қамтылған? Бұл жерде мына Қарау, 21 болмайды. Мен 21 кезінде бір қосқам. Бұл собеседованиеге келген сұрақтар болатын. Q-stack, dictionary деген. Бұл ООП-ға дейін айтылады. ООП тоже бағанада өте поверхность. Өйткені ООП-ның өзі отдельно бір үлкен енді. ООП-дан опа дегенде соны негізі Python деген объектіге бағытталған программалау ма негізі? иә, ол жерде класс не создавать ете бересіз ғой. Шамалы енді разница болады. Мысалы Java тоже сондай тіл, объектно ориентированный, C++ енді ода да класстар нелер создавать етуге болады. C# объектно ориентированный тіл. Ол жақта Әр класс тақырыпта құруға неше болады. тақырыпшадан қамтылған, соның барлығын түсіндіріп жіберсеңіз. Мынау курсқа дайындық. Бұл жерде мынау кіріспе, одан кейін программаларды орнату. Бағанағы Visual Studio'ны орнату, PyCharm'ды орнату, мына жерде мысалға. Так, мына development. Мен біз немен жұмыс жасап жүрміз, сіз PyCharm деп тұрсыз ғой. Tony деген бар ғой. Иә. Сонымен жұмыс жасап жүрміз. Разница жоқ ол жерде. Ну, тілі бір ғой негізі ол жерде. Қазір мен бір ашайын. PyCharm болса жақсы екен ода. Мынау PyCharm'ның несі, среда разработки еді бұл жерде. Мына коды бірдей болады. Один в один болады коды. Просто мына жақта run, пускты басу деген кнопкалары шамалы басқаша болуы мүмкін да сіздердің средаларыңызда. Ол runды осылай кнопкаларында бір разницасын бір неғып алсаңыздар болды. Главный бұл жерде біз код жазуды үйрену ол ғой мақсат. Жаңа бір тақырыпта өтесіз, тест белгілейсіз дегенді мен дұрыс көрмей қалдым да. Да, любой сабақта тест бар. Қай сабаққа кірсеңіз, барлық сабақта обязательно тест бар. Ол тест тапсырылмаса, келесі сабақ ашылмайды. Мысалы, любой біреуін аша салайық. Ең соңында мынау тест бар мына жерде. If-else-ны өттіңіздер ғой, Иә. Так, is hungry true болған кезде, is cafe nearby true болған кезде, мына жерден қайсы нәрсе экранға шығады. Берілген if-else комбинациясымен бұл типті айнымалардың мәндеріне сәйкес экранға не шығады? Мынау осы. Бұл жерде мынау қазір Сенен бару ма? Ау? Жаяу бару шығады, иә. Мынау шықпайды. Мынау шыға ма, шықпай ма? Тамақтану ма? Иә. Тамақтану шыға ма? Жоқ. Мына блогы мына жерде тұр. Ашылды блогы, мына жақтан жабылды. Бұның питоннан айырмашылығы, питонда ана не ғой былай, отстықпен беріледі ғой. Әсер ету аймағы блогы. C++-те, Java-да, C#-та мынандай жақшамен беріледі блогы. Мына is hungry-ге кірсе, болды, мынаның іші автомат бәрі орындалады. Бірақ if пен мына екі код
мынаның шарттың мәніне байланысты орындалады. Мынау кірді, мынау орындайды. Мынаған кірмейді, мынау орындалады. Сондықтан тамақ жаяу бару және тамақтану деген шығады. Мынаған кірмейді, потому что өйткені Элсаға кірмейді, өйткені мынау исхангри true болып тұр ғой бізде мына жақта. Иә? жалған. Так, енді исхангри true, мынау false болған кезде қайсысы орындалады? Исхангри true болғаннан кейін мынау ішіне кіреді уже. Кіргеннен кейін мынау false болғасын, жаяу баруға барамайды, оған кірмейді компилятор. Ол мынаған барады, таксимен барады. Және тамақтану. Таксимен барады, тамақтану орындалады. Бұл жерден біз қазір компилятор сияқты, компиляторға входқа мына 2 мың келсе қалай орындалатын еді деген сияқты біз уже заранее ойланып, сөйтіп компилятор сияқты ойланып жауап береміз да. False болған кезде қалай болады? Мынау false болса кірмейді уже. Мынаған кірмегеннен кейін мынаның мәні уже без разницы негізі уже. Потому что мынаған кірмейді ол. Тамақтанбаймын деген шығады. Мына жерде де сол мынау с подвохом-да, мынау исхангри false болды, мынау бірақ true болып тұр. Ойлап қалуыңыз мүмкін, мынаған кірмегеннен кейін ол мынаның блогына вообще кірмегеннен кейін мынаның мәні true бола ма, false бола ма, тоже уже без разницы болып қалады мынаған компиляторға, сосын ол тамақтанбаймын деген нәрсе. И порталға жіберу 4-тен 4 барлығы дұрыс болған. Сөйтіп барып келесі сабаққа өтесіздер. Барлық сабақта осындай тест болады. Так, сұрақтарыңыз болса, Мысалы, сіз айтып жатсыз ғой, бір айдың ішінде, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, бір айдың ішінде үшеуін өтсек те өзімізге байланысты болып тұр ғой сонда, иә? Мысалға, Иә. бір ай аламыз, сөйтеміз де бесеуіне, 5-ші сабаққа келсек те, 3-ші сабаққа келсек те өзіміздің жаңағыдай көруімізге, оқуымызға байланысты болып тұр ғой. Иә. Сосын жаңа бір ай ала алмай қалып, келесі айда алсақ та содан ары қарай жалғастырып кете Иә, береміз келген да, сосын жеріңізде қалып тұрады ма? саласыз. Ол енді ерікті түрде, мысалға, енді айлық несі 35 мың теңге негізі бағасы. Бірінші айға негізі сіздерге шешім қабылдау жеңіл болу үшін сол мақсатта ғана біз 20% жеңілдік қойдық қазір. Ол 35, 3,5, 28 мың ба? 28 мың болады. Иә. Бірінші ай 28 мың болады, ары қарай ұнағаннан кейін, уже көз жеткізгеннен кейін, все, мен де оқи беремін дейсіз. Екінші ай уже 35 мыңнан төлеп оқи бересіз ары қарай. Бұл екі түрде. Егер осы бір айдың ішінде курс ұнамай қалса, онда екінші ай уже төлемейсіз ғой оны. И ол міндетті болмайсыз, потому что сіз рассрочкаға отқан жоқсыз. Банкпен ешқандай не жоқ бұл жерде. Бұл толық ерікті түрдегі нәрсе да, обучение. Екінші ай төленбейді. Сосын возврат жасалады бірінші айыңыз. Алған екен, рахмет ағай. Иә, рұқсат болса енді біз негізі группамен, осылай топпен оқытамыз, чтобы ана Zoom сабақтарды осылай чатпен қосылып, осылай разбор жасап. Қазір біз өтіп жатырмық қой, тура солай, бірақ сабақтарға қатысты түсінбеген сабақтарды разбирать етіп, осылай чатпен жұмыс болады. Мен маған негізі керек, алғым келіп отыр, бірақ осының алдында бір курс алғам ғой 30 мың теңгеге. Кәдімгі мектептегі кітаптың жаңағы материалы, соның ішіндегі ақпараттар, андай өз бетімізше шығарып кетумен оқып шықтым. Бірақ сондағы материалда болып қалды. Енді барлық несін білгенмен, жаңағы түйінді сөздерін, қызметші сөздерді білгенменен, оны әрі қарай құрап, шығара бүйтіп кете алмадық. Алып кете алмадым мен. Мысалы, мен 10-шы, 11-ші сабаққа келдім де, сол жерден бір айым бітті делік. Сол бір айлық оқыған материалым 6 айға дейін доступ болады менде, иә? Иә. Сосын келесі айында сразу емес, бір ай салып қайтадан ары қарай жалғастыруға болады. Иә. Ары қарай жалғастырып кете бересіз. Бірақ енді ол жерде сіз бағанағы топтық неден шығып қалуыңыз мүмкін, Zoom сабақтардан мысалға. Қазір топтық чаттың несі қандай? Онда күнделікті не талқыланады деймін да? Ол жер сол кеше ашылды, кеше біз түнде өткіздік қой, топтық чат. Сол жаққа жазылды, сосын доступ алды уже мұғалімдер. Бірнеше екінші сабақ бастап жатыр. Біздің мына ішінде тапсырмаларымыздың барлығы осы іште орындалады. Осы іштен өзіміз көріп отырамыз, иә? Иә, мен қазір ашып отырмын ғой. Просто сіздерде логин пароль жоқ қой, оны кіріп ашатын. Анда просто чат бізге бірге түсінбеген жерді сұрау деген сияқты нәрсе үшін. Коммуникация үшін және бағанағыдай сабақтардың сілтемесі бәрі сол чатқа жіберіледі. Сол жерден кіресіздер сабаққа. Сол мақсатта ғана негізі. Ол чат. Сосын в течение недели
күнделікті бір туындап жатқан не болады курс бойынша, мысалы бүгін Али мырза жазды. Енді шешім қабылдап кім қатысады, жалпы портал ұнады ма? Мен осыған жазылғым келіп отыр негізі. Онда бұйырса көріңіз, онда Алла нәсіп етсе мен Каспийден нені жіберіп қояйын. Одан кейін чекті сосын Али мырзаға жіберсеңіз болады. Нөміріңізді да, чекпен бірге нөміріңізді Али мырзаға жіберсеңіз, Али мырза сізді неге тіркеп қояды мынау біздің чатымызға, курсқа жазылған кісілердің чатына. Али мырза да жаңа жазылып отыр, иә? Осы потокпен кіріп отыр ма? мен чаттың осы Али потокпен мырза. кіріп отырмын. Мен де осы бүгін ғана қосылдым курсқа. Өте енді ақпараттары, құнды ақпарат енді алсаңыздар. Түсінген адамға енді мен айта алмаймын, мына курсты мен өзім толық меңгеріп, болашақта Алматы ағаймен жұмыс істесем бе деп отырмын. Бірігіп. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, мен тіркелемін. Сұрақ жоқ, мен тіркелгім келіп отыр. Куратор болатын шығар, иә? Кейбір түсінбеген мына платформаның Куратор, ішінде. мен боламын кураторларың. Қазір алсақ, мысалы, қазір уже доступ болады бізде, иә? Мен сілтемені жіберемін, сол бойынша тіркеліп емайл жазып жібересіздер. Сол емайлға сіздерге доступ ашқаннан кейін уже сабақты оқып бастай бересіздер. Рұқсат болса, онда чат аяқтай берсек Zoom сабағымызды. Басқа да сұрақтарыңыз болса, чатқа да жаза беріңіздер. Общий чатымызға. Алла тағала зейіндеріңізді арттырсын, жақсы білім алуды нәсіп етсін сіздерге. Ертең сабақ берген кезде де қиналмай сабақ беретіндей жақсы ұстаз, мұғалім болып қалыптасуды нәсіп етсін. Жақсы, сәттілік, аман болыңыздар.